Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Бүгін желтоқсанның 4-і, 4 декабря. Аптаның 5-ші күні. Жұма. Сегодня 5-й день недели, пятница. Сабақтың тақырыбы менің аулам. Тема сегодняшнего урока – мой двор. Бүгін сендер аула туралы және аула туралы сұрақ қойып үйренесіздер. Сегодня вы научитесь задавать вопросы, рассказывать про свой двор. Жаңа сөздер, новые слова записываем в словарную тетрадь. Аула, двор. Қайда, где? Әткеншек, качеля. Құм, песочница. Сырғанақ, горка. Орындық, скамейка. Менің аулам. Мой двор. Сенің аулаң. Твой двор. Оның ауласы, его или ее двор. Қайда? Это вопрос, ребята. Қайда? Где? Аулада. Во дворе. Тыңдалым және оқылым. Тыңда, қайтала, оқы. Бұл менің аулам. Это мой двор. Аулада орындық, әткеншек, құм, сырғанақ бар. Во дворе есть скамейка, качеля, песочница и горка. Менің аулам таза. Мой двор чистый. Вопрос. Қайда? Где? Әлібек қайда? Әлібек аулада. Әлібек во дворе. Андрей қайда? Где Андрей? Андрей аулада. Андрей во дворе. Айгүл қайда? Где Айгүл? Айгүл аулада. Айгуля во дворе. Рая қайда? Где Рая? Рая аулада. Рая во дворе. Аулада во дворе. Аулада не бар? Аулада әткеншек бар. Аулада не бар? Аулада сырғанақ бар. Аулада не бар? Аулада орындық бар. Аулада не бар? Аулада құм бар. Аулада не бар? Аулада әткеншек бар. Ребята, во дворе есть качеля, әткеншек. Во дворе есть сырғанақ, горка. Во дворе есть скамейка, орындық бар. Во дворе есть құм, песочница. Во дворе есть качеля. Аулада әткеншек бар. Бірінші тапсырма суретті пайдаланып
сұраққа жауап бер. Используя картинки, ответь на вопрос. Бұл не? Что это? Бұл сырғанақ. Бұл орындық. Бұл құм. Бұл әткеншек. Бұл әткеншек. Жарайсыңдар, балдар, өте тамаша. Келесі тапсырма, балалар. Жазылым. Это нужно выполнять в тетрадях. Екінші тапсырма. Әріптерден сөз құрап жаз. Составь из букв слова и запиши в тетради. Вопрос: қайда? Где? Қайда? Аулада сырғанақ бар. Сырғанақ қайда? Аулада. Әткеншек қайда? Әткеншек аулада. Әткеншек қайда? Әткеншек аулада. Орындық қайда? Орындық аулада. Келесі тапсырма. Үшінші тапсырма. Суреттің орнына тиісті сөзді қойып, сөйлемдерді жаз. Вместо картинок поставь нужные слова и запиши предложение. Аулада не бар? Правильно, балалар, өте тамаша, дұрыс. Аулада әткеншек бар. Аулада не бар? Өте тамаша, жарайсыңдар. Аулада сырғанақ бар. Аулада не бар? Аулада құм бар. Аулада не бар? Аулада орындық бар. Ребята, вы должны вместо картинок написать слова нужные и записать предложение. Жарайсыңдар, балалар, өте тамаша. Сонымен сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Спасибо за внимание. Сау болыңыздар. До свидания.